Қайырлы күн, қымбатты телекөрермен. Эфирде қолөнер шеберлері бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыз Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Қасым Қайсенов елді мекенінің тұрғыны Смағұлов Амангелді Әдікұлына арналады. Амангелді шебер бұл кәсіпті бала кезінен ақ түрлі қазақи қарулар, дәстүрлі аспаптар жасап дамытып келеді. Қолөнер домбыра жасау шеберлігінің негізі бала күнімнен басталған. Менің мектеп жасына дейінгі өмірім. Біз малшы болдық, әке-шешем малшы болды, мал бақты. Сонда өзі қолдан қылыш жасап, қылыш жасағанда осы пышақ ұзатып, қырлап, анау қарағайдың арасында барып қорайлармен қылыштасқан жақсы көретім. Өткірлігі сондай әлі қашын, орай қиып түседі ғой. Сөйтіп қиялданып жүріп жасаған дүниелерім бар. Бала күнімде бір әңгімені айтып берейін. Бір атамыз өмірінде түлкі тымақ киіп, кісе тағып, салт дәстүрді ұстап өткен адам. Сол кісінің бір насыбай оқылайтын үлкен бір шоқпар ма екен, үлкен зат болған өзі. Әгіні атам өмірден өткеннен кейін өзі алып жүретұғымыз. Соны бір күн үлкен ағам бар, осы Кәдірбектен қара үйде тұрады. Сол екеуміз ойлап, соны домбыра жасақ қайтеді осы. Соны балтамен шауып, дұрыстап, енді ішінде мен оямыз. Ол кезде аспап жоқ. Соны ойлап, Алтайда не көп, жұмыр, малта тастар көп, әгіні қыздырып, ішіне салып, ойдық бірден едік. Енді бет қақпаған не жабамыз, ойланып, енді ол кезде қарағайды тіліп жасау деген біздің ойымызға келмейді, домбыра жасап көрген жоқ. Ол кезде бір грузин чайы болады, соның жәшігі панер, әгіні алып панерді салдық, жауып, пернесін байладық ойша, соны шек тағып, дүңгірлеген бір дауыс домбыра пайда болды. Соны әгін дыңғырлатып, шертіп, мәз болып жүргенбіз. Соған жайлаудан ойға түсетін кез, әкем алаттағана көр жүк тиеп біткенге, мынау домбыра емес, ойға апармаңдар, ұят болады енді, лақтырып жіберіп шөптің арасында. Әгін көзімнен жасым ағып, қарап тұрамын, жылап, қай жерге түсті екен деп. Содан жаз өтеді, қыс өтеді, жайлауға келіп, мәршінен түсе сап жүгірем ғой әгі жерге. Жүгіріп отырып барып тауып алам, сүртіп, топырағын сүртіп, қайтадан шегін тағып домбыра жасап алам. Домбыра жасау үшін адам домбырада ойнау керек. Оның қыр-сырын білу керек. Онан кейін біраз нотный грамотасы болса, ағаштың әуенін қандай нотаға настырды, оның бәрін білу керек. Қазіргі енді шәкірт мектеп жасынан бастап кішкене үйреткім келеді. Оған мына отырған бөлменің таршылығы, подвал. Сондықтан бар, бірақ балалар құлшынып үйренгісі келеді. Неге үйретпеске? Негізгі мамандығы дәстүрлі әнші ұстаз болғанымен, жылына 100-ден аса домбыра жасауды қосымша кәсіп тұтқан бұл шебер, домбыра аспабын жасау үшін отандық, өз елімізде өсетін ағаштарды қолданатынын айтып өтті. Мен бұл ағаш түрлері бізде 4-5 түрден жасалады, негізгі шетелдің ағаштар. Мен өзі жергілікті ағаштардан жасаймын. Жергілікті мына қайың, өзіміздің қарағаш, қарағай деген енді мұна домбыра бір ағаштан жасалу мүмкін емес деген кейбір түсініктемелер бар, бірақ ол дұрыс емес. Негізгі қазақ негізінде қарағайдан жасаған ғой домбыраны. Одан өте ғажап дыбыс шығады. Бірақ шетелдің ағаштары өте жақсы, тығыз, қатты, қарағаш, қызылағаш деген бізде өспейді. Сол шетелден әкелінеді, олар қымбат, олардан жасалған домбыралар кішкене қымбатырақ болады. Ал енді мына өзіміздің жергілікті мына таудың қайыңдарынан әкеп жасаймыз. Неден долан топшы деген ағаштар бар, одан жасаймыз. Олар енді қазіргі мына жергілікті халыққа қол жетімді, бағасы төмендеу болады. Домбыра жасау жолы бір болғанымен, әр шебердің өзіндік қолтаңбасы, техникасы болады. Жұмыс басын шебер домбыраның мойын ағашын сүрлеуден бастады. Дайын болған мойын ағашына енді артқы қақпақ, яғни шанақ орналастырылады. Артқы қақпағымыз иіліп, кептірілген 6 бөліктен құралатын қайын ағашынан жасалды. Бұл бөліктердің араларына желім жағып, өзара бір-бірімен қосып, резеңкемен байлап, бекітіп қоямыз. Қалған бос уақытында шебер домбыраға орналастырылатын ою-өрнекті құлақшаларын дайындайды. Ал домбыраның даусының дұрыс шығуы қай бөлікке байланысты деген сұраққа шебер былай деп жауап берді. Ең маңыздысы дыбысы, қақпағын дұрыс жабу керек, мәселе сонда тұрады көбінде. Ойланып толғанып, қақпағын дұрыс ағаштан өте көп кепкен ағаштан. Қазіргі мен айтып жүрген
магазиндегі домбырадарды көп көңілін бөлмейді, толмайды, анау жақтан келеді. Осы домбырадарды сатады, көп таралып кетті де ол домбырадар. Ол домбырадарды кішкене кепкен дұрыс ағаштан жасаса ғана домбыра болады. Ал сатылымдағы бағалардың әртүрлілігін шебер былай деп түсіндірді. Шетелдің ағаштары өте жақсы, тығыз, қатты, қарағаш, қызылағаш деген бізде өспейді. Сол шетелден әкелінеді. Олар қымбат, олардан жасалған домбылар кішкене қымбатырақ болады. Ал енді мына өзіміздің жергілікті мына таудың қайыңдарынан әкеліп жасаймыз. Неден долан топшы деген ағаштар бар, одан жасаймыз. Олар енді қазіргі мына жергілікті халыққа қолжетімді, бағасы төмендеу болады. Бағалардың түрлі болуы аспаптар жасалатын ағаш түрімен қатар оған деген сұранысқа да байланысты емес пе? Тұтынушылар тарапынан сұранысты қалай бағалайсыз? Сұраныс мына жақсы. Осы мына домбыра күні елбасымыз осы домбыра күнін ашқаннан бері сұраныс өте жоғарылап кетті қазір. Домбырадан қол үзбейміз, жасай береміз. Сұраныс көп қазір. Сұхбат барысында шебер өзін толғандыратын мәселелермен де бөлісіп өтті. Бір сабақ ретінде осы дәстүрлерді кіргізсе деп ойлаймын. Сонда ғана біз осы дәстүрлерімізді жоғалтпаймыз деп ойлаймыз. Көп мына оралмандар бар. Солардан көп дамып келеді. Домбыра ұстап, ән салу солардан келеді. Қазір мен сабақ беріп жүрмін өзім дәстүрлеріне. Солар қазіргі өзіміздің Қазақстанда туып жатқан тома балалар көп қызықпайды. Көбісі мына эстрадаға бағышталып кетеді. Сондықтан менің ойым сол мына мектеп жасынан бастаса деп ойлаймын. Сонда ғана осы дәстүрлеріміз ары қарай жалғаса ма деп ойлаймын. Мына Өскеменде колледждерде бар, сабақ береді. Олардың өздері шәкірт таппай жүгіріп жүреді қазір. Бізге жоқ, оқушы жоқ, келмейді деп. Бір қынжылыс осы мектепке, мына мектеп кәдімгі оқып жатқан мектепке бір сабақ ретінде осы дәстүрлі мектебін кіргізсе деп ойлаймын. Дәстүрлі ән мен домбыра жасау шеберлігін ұштастыра білетін Амангелді шеберден жаңа жасалған домбырамен қонақ кәде болсын. Біздің елдің жігіттер жігіттердің төресі, солар жайлы ағайын жұрт не білесің сен осы. Олар жайлы айтылмайды биік мінбеден, өйткен олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі. Біздің елдің жігіттер жігіттердің төресі, біздің елдің жігіттері ұлы мұхит кемесі. Осы елден бақ пен қызыр қашпас екен деп білем. Осы елдің осал жерін түзеп жүрген шегесі. Солар жайлы білгің келсе, ортасына кіріп көр. Солар жүрген соқпақ жолы мен дәтің барса жүріп көр. Ерте туып тар заманның маңдайына сыймаған, қайран біздің қазағымның қаранардай жігіті. Біздің елдің жігіттер жігіттердің сырттан кешек өткен батырлар мен арулардың ұрпағы. Ерте туып тар заманның маңдайына сыймаған, біздің елдің ұлтаны мен біздің елдің сұлтаны. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламада Амангелді мырзаның шеберханасында қонақта болдық. Ұлттық сазды аспабымыз домбыраның күмбірі әр шаңырағымыздан естіле берсін деген тілекпен бағдарламамызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге домбыра телеарнасында болған Саяна Жолдас.